Сәлеметсіздер ме 10 сынып оқушылары. Бүгін біз сіздермен бірге қазақстан тарих пәніне арналған тжб талдауымызды бастайтын боламыз. Бүгінгі біздің тжб талдауымыз максималды балл 30 балдан тұратын болады. Сонымен қатар тжб 5 тасымадан тұрады. Міне бірінші тасырма. Қысқаша айтайын, Түркі империясы мен Шыңғысхан империясын салыстырады екенбіз. Сонымен қатар осы екі империяның сабақтастығы, яғни байланыстылығын зерттейді екенбіз. Бұл тасымаға 12 балл беріліп отыр. Екінші тасымада мына төменде берілген деректер бойынша деректің астында сұрақтар бар. Міне көріп отырмыз, ұлыс және Шыңғысхан құрған ұлыстардың саны қанша, Қазақстан жерінде Шыңғысханның ұлыстары қанша болды деген сұрақтарға жауап бере өтеді екенбіз. Міне көріп отырмыз, бұл тасымаға 5 балл беріліп отыр. Түсінікті ғой, иә? Үшінші тасыма Ақ Орда деген деректер бар. Сонымен қатар астында Әбілқайыр хандығына байланысты тағы да бір дерек бар. Міне осы екі дерекке байланысты мына кестені толтырамыз. Ақ Орда және Әбілқайыр хандығының қазақ ханның құрылуына қандай әсер етті дегенге екі фактордан келтіреді екенбіз. Бұған 4 балл беріледі. Төртінші тасымада Түркістан және Алаш автономиясының ұқсастықтарын, айырмашылықтарын анықтаймыз. Екі неден көрсетеміз, фактордан, критерийлерден көрсетеді екенбіз. Бұл тасымаға 4 балл тоже. Бесінші тасымада Қазақстанның тәуелсіздігін қалпына келтіру, тарихи үдерістің заңды нәтижесі деген пікірмен қаншалықты келісесіз тақырыбында эссе жазамыз. Критерийлер төменде көрсетіліп отыр. Міне көріп отырмыз, бұл тасымаға 5 балл беріледі екен. Балалар, ең алдымен ескертетін жағдай, сіздерге бүгінгі шығарылымымыз ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерден үлкен қолдау күтетін боламыз. Ендеше кеттік. Біріншісі, Түркі империясының аумағы, ұлы дала, Еуразия аймағы, Шыңғысхандікі да дәл сондай. Міне көріп отырмыз, сабақтастығы. Түріктер сияқты Моңғол империясы көшпелілер империясы болды. Байланысы, иә? Міне көріп отырмыз, Түркі империясында ханды қан дейтін болса, ал Моңғол империясында ханды хан дейді екен. Міне көріп отырмыз. Заңдары, Түркі империясында заңы төре заңы болатын болса, Шыңғысхан империясында ұлы жасақ заңы, немесе ясы заңы деп атайды екенбіз. Әскері, Түркі империясында түмендер, ондық, жүздік, мыңдық, онбасы, мыңбасы, түменбасы деп бөлінетін болса, ал Моңғол империясында ондықтар, жүздіктер, мыңдықтар деп бөлінеді екен. Ал сабақтастығына келетін болсақ, Еуразия аймағында құрылғандықтан Түркі империясының көптеген белгілері қабылдады. Мысалы, әскери әкімшілік жүйе, иерархиялық үлестік жүйе, елдерді бағындыру. Міне көріп отырмыз, иә? Ал халық саны, халық саны емес, кешіріңіздер, халқы жай ғана, иә? Түркі империясында түрк тілдес халықтар болатын болса, ал Моңғол империясында түркі-моңғол тілдес халықтар деп көрсетіледі екен. Міне осымен біздің бірінші тасымамыз аяқталды, балалар. Дәл осылай жазып алыңыздар. Екінші тасымамызда ұлыс дегеніміз мекен, аймақ, әкімшілік мағынасын беретін көне түркі сөзі. Ұлыстар бірнеше болды, иә? Екіншісі, Моңғол империясы 4 ұлысқа бөлінді. Жошы, Шағатай, Үгедей, Төле ұлысы болды, иә? Сонымен қатар осы неге Моңғол империясына ұлысқа байланысты екі факті көрсетілген болатын. Бірінші фактісі міне біріншісі кетті, екіншісі фактісі міне енді айтамын. Қазақстанда Шыңғысхан 3 ұлыс құрды. Жошы ұлысы, Шағатай ұлысы, Үгедей ұлысы құрылды. Міне осымен біздің неміз кетті. Жаңағы Шыңғысханның ұлыстары қанша, Қазақстан жерінде қанша ұлыс болды деген сұраға кетті. Ал одан кейінгі сұрағы бізде ұлыстардың мемлекеттік құрылысы қандай болды, Қазақстан жерінде құрылған деген сұрағы болатын, иә? Соның бірінші жауабы, ұлыстардың мемлекеттік құрылысы моңғолдық үлестік жүйенің құрылымын сақтады. Одан кейін түркі ақсүйектерінің күшеюі моңғол билеушілерінен реформалар жасауды талап етті. Исламды қабылдауға басқаруды өзгерістер әкеле бастады. Міне, балалар, осымен біздің екінші тасымамыз аяқталды. Дәл осылай жазып алыңыздар. Үшінші тасымамыз Ақ Орданың, сосын Әбілқайыр хандығы қазақ мемлекетінің құрылуына қалай әсер етті деген болатын. Біріншісі, Ақ Орда билігін қазақ ұлттық мемлекеттің алғашқы нұсқасы
Қазақ мемлекетінің құрылуына негізі осы кезде басталды. Әбілқайыр ханның ыдырауы мемлекеттегі саяси тартыстардың пайда болуына әкелді. Қазақ мемлекетінің құрылуы дамуына әсер етті. Міне балалар, осымен біздің 3-ші тапсырмамыз аяқталды. Енді 4-ші тапсырмамыз ұқсастықтары мен айырмашылықтары болатын, иә. Екі автономияның, Түркістан мен Алаш автономиясының. Біріншісі мемлекеттіктің егемендіктің қалпына келтіру, екіншісі автономия құру, қазақ мемлекеттілігінің жаңа нысанын құру болатын. Айырмашылықтары: Түркістан автономиясы ислам дінін ұстанатын түркітілдес халықтарды біріктіріп мемлекет құруды ұсынды. Алаш автономиясы зайырлы демократиялық бағыттағы бағдарламаны ұсынды. Міне балалар, 5-ші тапсырмамызға көшейік. 5-ші тапсырмада бірінші сұрағы эссеге байланысты критерийлер болды, иә. Бірінші критерий: Қазақстанның тәуелсіздігін қалпына келтіру тарихи үдерісінің заңды нәтижесі болды. Осы тұжырыммен толық келісемін. Тәуелсіздік үшін күрес ғасырлар бойы жалғасты. Ата-бабаларымыз ұлттық азаттық күрестерімен елдігімізді қалпына келтіруге тырысты. Екіншісі, 300-ге жуық болған көтерілістер соның куәсі болып табылады. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы тәуелсіздік жаршысы болды. Қазақ халқы Ресейге қарсы отаршылдыққа күресінде жойылып кетпеді. 4-ші критерий: Қазақ халқының басынан өткен нәубет қасірет, жазалаулар сағымызды сындырмады. Тәуелсіздік заңды құбылыс болды. Тәуелсіздік мемлекетіміздің қалпына келтіруіне әкелді. Сонымен қатар ең соңғы критерийлеріміз: бүгінгі күнде қазақ мемлекетіміз қайта өрледі. Қазақ елімізді, тарихымызды, дәстүрімізді қолға алып, болашаққа қадам басты. Қазіргі мемлекетіміз кешегі қазақ хандығына ұқсамайды, демократиялы, зайырлы, әлеуметтік құқықтық мемлекет ретінде орнықты. Міне балалар, осымен бүгінгі біздің 10-шы сыныпқа арналған тжб талдаумыз аяқталды. Егер балалар сіздерге бүгінгі шығарылымымыз ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, достарыңызға жіберіп, бізге қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Сіздерден үлкен қолдау күтетін боламыз. Ендеше сау болыңыздар.